Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін жаңа жылдық дастарханға арналған молочная девочка капкейкелерін жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, қопсытқыш, жұмсартылған сары май және сгущенка керек болады. Бірінші ыдысымызға жұмыртқаны жарып, салып аламыз. Кейін кішкене тұзды қосып, жақсылап миксерлейміз. Кейін жұмсартылған сары майымызды салып, біркелкі етіп миксерлейміз. Сгущенкаларымызды саламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Кейін електен өткізілген ұнға разрыхлителімізді қосып миксерлейтін боламыз. Миксерді тез қоспаймыз, кішкене араластырып ұнды, сонан соң қосамыз. Міне массамыз дайын болды, осындай қоюлықта болу керек. Енді арнайы ыдыстарын дайындап аламыз. Міне арнайы формаларында жайғастырып алдық. Енді қатты толтырмай, жарты-жарты қылып салып шығамыз. Қысып тұрған пеште 160 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне капкейкаларымыз пісіп шықты. Өз қалауыңыз бойынша осындай насатканың көмегімен ортасын тесіп шығамыз. Начинка салу үшін начинкада өз қалауларыңыз бойынша менде повидло компот қосып кішкене сұйық қылдым. Енді капкейкаларымызды креммен әсемдейтін боламыз. Креммен де сливки мен творожный сыр. Әсемдеу үшін әртүрлі осындай красителдер қажет болады. Міне дайын болған кремдерімізбен осылай бетіне узорлар қойып әртүрлі әсемдейміз. Міне дастарханымыздың көркін ашатын керемет капкейкелеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.